Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Алдындағы фундаменттің шалғасы, жұмыс барысы құйылып жатқан. Мына колоннаның төрт арматурлары бұрыштарға, бөлменің қиылыстарына түспеген еді. Қазір түсіріп қойғаннан кейінгі видео. Астыңғы нөлге фундамент бетон құйылайын деп жатыр. Соған байлап, мынадай төрт бұрышқа арматур қалдырады. Ортада бөлмелер қабырғаларға қалу керек. Ертең өріліп болғаннан кейін мына 80 сантиметріне дейін фундамент құйылады. Оның үстінен кірпіш өрілген кезде жоғарыдағы кірпіш өріліп болғаннан кейін сейсмопоясқа байланатын арматур ұзартылып, соған байланады. Сол кезде корп болып қабырғаның жарылмауына үлкен көмегін тигізеді. Мына жерде арматурлар мынадай алтылық катынкасы менен кольцо болып салынады. 30 сантиметр, 25-30 сантиметрдің аралығында биіктікке дейін. Сосын әр жағынан сейсмопояс тартылады кірпіштің үстіне. Кеше қазылып жатқан нөлі бүгін нөл құйылып болды. Мына колонналардың арматурлардың тоқылған, ол кезде тоқылмаған еді. Неге бәрінде колонналар тұр. 12 колонна. Мына жермен бірдей болса, ана жағы бір 7-8 сантиметрге дейін көтерілген. Мына бұрышы. Ана бұрышы да сол 5 сантиметрдің шамасы. Нөлін шығарып қойған ғой. Мына жилка жатыр ғой. Жилкасы көріне ме, көрінбей ме? Жилка тастап. Жилкамен нөлін шығарып. Осында құйып шыққан. Мына жағда бір 5-6 сантиметр. Ана бұрыш жағы 10 сантиметрге шықты. Көршіміз келіп жатыр үйдің қасына. Мына жерде 15 сантиметрдің шамасы бар. Екі кірпіштің қатары 12,5, 12. Осындай фундамент болды. Арматур тоқылды. Дәл мына жерге дейін фундамент келеді 80 сантиметр. Одан ары қарай жалғастырып колонналар құйылады кірпіштің ішіне. Осылай жұмыс барысы жүріп жатыр. Көрсеңіздер, көзге білінбейді. Мына жақтан былай қарай ой. Жай уклон бар. 12 метрде 10 сантиметрге дейін уклон бар. Жердің қыртысы солай. Мына жақ тау жақ. Алдында нөлі құйылған фундамент. Мынадай колоннаның арматурлар шықты. Енді бетіне 90 сантиметр фундамент құйылады. Соған өзінің балкілері мынау. Шипырға қағатын страфила шетіндегі 12-лік. Мынадай бөлме құрастырылды. Осының газ бәріне апалып құрылады. Жан жағында дайындап қойған үшін. Оған арматур тоқылу үшін алтылық сым керек, катынка сым дейді. Вязальный проволока мынау. Шенішке сым. Әкеле берсін. Шеге керек, апалып құрастыру үшін. Көлденең ағаштар қалып, мынау 480, 90 сантиметр, 85 сантиметр фундамент болады. 85, 87 жердің ой қырына қарай. Бетімен полный құйсақ 90-ға шығады, былайла бай. Мына жерлерге шеге қағамыз кәсін, апалып кілегі. Арматур тоқып, іліп болған, қозғалып тұр. Нөлгі арматур жүрді, оны білесіздер, алдыңғы видеода шықты. Нөлдің астына 3 арматур жүрді. Арматур көлденең байлап шықты. Ортадағы бөлмелер. Стойкалар тұрғызып қойған. Сыммен байлап. Ортасы салбырап иіліп кетеді болмаса. Осы жұмыстың барысы арғай тағы апалып құрылып болғаннан кейін фундамент бетон құйылған кездегі бәрін түсіріп стройка советі лайфхак каналына жүктейтін болам. Бірге болыңыздар, тіркеліп лайк басып пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.